Ассаламағалейкум достар. Бүгін сіздермен Ереке Аспаз. Бүгін әжемнің блинчиктерін дайындайтын боламыз. Кеттік. Блинчиктің құрамы 3 жұмыртқа, 3 үлкен қасық қант, 1,5 үлкен қасық шемішкі май, кішкентай жарты қасық тұз, 0,5 жылы сүт, сосын 200-220 грамм ұн. Ал кеттік, енді бастаймыз. 3 жұмыртқаны жарамыз. Сосын оған 3 үлкен қасық қант қосамыз. 1, 2, 3. Енді венчикті алып, қант ергенше араластырамыз. Міне, массасы осындай болу керек. Енді жарты кішкентай қасық тұз салатын боламыз. Осындай жарайды. Кішкене араластырып жібереміз. Сосын жаймендеп жылы сүтімізді құятын боламыз. Осылай жайлап құйып, жылы сүтімізді араластырып тұрамыз. Ұнымызды арнайы ситадан өткізіп дайындап аламыз. Енді жаймендеп қасықпен қосатын боламыз. Араластырып аламыз. Неге ұнды аздап саламыз? Өйткені ұнды бірден салатын болсақ, мынау бетінде ұнның нелері болады? Көпіршіктері болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер блинчиктеріңізді қалың болған қаласаңыз, онда массасын қою қыласыз. А егер сұйықты қаласаңыз, онда жұқа болады сіздерде. Менде сұйықтау болады. Енді шемішкі май қосатын боламыз. Үлкен қасықпен 2 шемішкі май қосатын боламыз. Енді жақсылап араластырып жібереміз. Сонымен біздің блинчигіміз дайын. Енді пісіретін боламыз. Ал енді блинчиктерімізді пісіретін боламыз. Табамызға кішкене май құямыз. Сосын астын қыздыратын боламыз. Ал енді бір шөміш құйып пісіретін боламыз. Ал енді екінші жағына аударамыз. Ал енді блинчиктерімізді бәрін өстіп пісіретін боламыз.
Ал достар, міне блинчиктерimiz дайын. Блинчиктерimiz көріп тұрғандай ондай көп шықпады. Міне өте дәмді, өте жұмсақ. Егер сіздерге бұл рецепт ұнайтын болса, менің каналыма тіркелеміз, подписаться мәзірін басамыз, қоңыр шауды басамыз, келесі видеомды ұмытып кетпеу үшін.